Енді бір музыка деп жатырмыз, тіпті ғалымдардың ол туралы айтқан пікірлері мен болжамдарын дәлелдейтінін де естіп жүрміз. Дегенмен, оның адамға берер әсері қандай? Ирина, мысалы мен баян таңертеңгілік уақытта көп жағдайда жұмысқа келе жатқанымда көңіл көтерер әндер тыңдағанын атам. Ол сергектік сыйлайды адамға. Дұрыс айтасыз, жалпы әннің берері өте көп. Мен де жолда жүргенде құлақ қапты алып, әдемі әуен тыңдауды дағдыға айналдырдым соңғы уақытта. Менің ойымша, бұл да бір адамның сергектігін және ішкі позитивін оятатын сияқты. Дегенмен, ол қаншалықты әсер етеді, зияны жоқ па? Пайдасы қандай? Әрі қарай бұл сауалдардың жауабын әріптесіміз Арайлым Нұрланқызы айтады. Музыкант қолына аспабын алғанда қандай сезімде болатынын білесіз бе? Ол әуен шерткенде миында түрлі отшашулар орын алады. Музыка миға ностальгия сыйлайды. Бұл қалай дейсіз ғой? Невролог мамандар адам миын зерттегенде түрлі қызықты жағдайларға тап болған. Кітап оқығанда, тамақ жегенде, түрлі жұмбақтың шешімін іздегенде мидың бір шама бөлігі ғана жұмыс істейді. Ал әуен орындағанда, бір секундтың ішінде мидың барлық бөлігі бірден іске кіріседі. Музыка арғағы миды тынықтырып, әдемі көңіл күйге бөлейді. Алғашқы нотаны естіген мезетте мидағы процесс осылай болады екен. Неврологтар музыкантты арнайы аппаратқа кіргізіп, эксперимент жүргізген. Нәтижесінде музыка орындаушының миы тыңдаушыға қарағанда анағұрлым ұзақ, әрі күрделі процесстен өтетіні байқалған. Музыкалық аспаптарда ойнау, ән орындау мидың есте сақтау бөлігіне, сөздерді ешқашан ұмытпауына және қозғалтқыштық аймағының дамуына септігін тигізеді. Музыка тыңдау және оны орындау мидың өзге бағытта әсерлі жұмыс істеп, басқа өнерді тез меңгеруіне әсер етеді. Ми үлкен екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі сындарлы ойлану жұмысын атқарса, екінші бөлігі шығармашылық бағытта жұмыс істейді. Ал музыка осы екі бағытты біріктіріп, адамның 12 мүшесіне оң әсерін тигізеді. Әуенді жиі тыңдап, жақсы көңіл күйде жүретін жандар кез келген мәселені позитивті түрде оңай шеше алады. Ал композитордың миы стратегиялық, аналитикалық тұрғысынан жақсы дамиды. Сондай-ақ ән орындаушылар мен әуен шығарушылардың есте сақтау қабілеті, тың ақпаратты лезде қорыту жүйесі мықты болады. Және музыка мидың ерекше дамуына әсер етеді. Тіпті спортпен шұғылдану, сурет салу миға әуеннің берер әсері мен өзгерісін сыйлай алмайды екен.